Жаздың аптап ыстығында таптырмас ең дәмді әрі пайдалы, әрі жаз мезгілінде табыс көзіне айналдыруға болатын классикалық көже дайындаймыз. Ең алдымен бізге бидай мен жүгері қажет болады. Бидай барлық жерде бірдей болады, жүгері болса әртүрлі болып бөлінеді. Сары жүгері, ақ жүгері деп бөлінеді. Сары жүгері мен ақ жүгерінің бүтін түрлері болады. Бұл жерде ұсақталған және де жарылған түрі. Осы жүгеріні қолданамыз. Барлығын жақсылап жуып аламыз. Жүгерінің қоқыстары көп болады. Енді екеуінде бірге үлкенде отызымызға саламыз. Бұл масса орташа көлемде қоюлау болады. Егер де сұйықтау көже жасайтын болсаңыз, жүгері мен бидайды аз қосып жасайсыздар. Енді суды көбірек қосасыздар. Ыдысымызда қайнатамыз. Қайнаған соң бетіне көбігі шығады, көбігін алып тастаймыз. Содан соң үстіне тұз қосып, араластырып, биік сағат баяу отта пісіріп аламыз. Суытып болған соң үстіне су құйдым. Айранымызды сыйдадан өткізіп аламыз. Мінекей классикалық көжеміз